көңіл көтеріңкі болсын. Көтеріңкі болмай депрессияда тұрсаңыз да таңертең тұрған кезде менің бүгінгі күнім ғажайыптарға толы, қуаныштарға толы деп өз-өзіңізге установка беріңіз. 1 күн, 2 күн, 3 күн, 5 күн, 20, 30 күн міндетті түрде сіздің әр күніңіз қуанышқа толы болады. Әр нәрсе өз қолымызда екен. Ұмытпайық. Олай болса бүгін сіздерге өте бір мықты техника беремін. Техниканың аты сенім деп аталады. Осы жерге жастар отырған болса, ата-аналарынан, апаларынан сұрасын. Бізде 70 жыл бойы кеңес үкіметі осы тәуелсіз мемлекеттердің халқын, оның ішінде біздің Қазақстан бар, қазақтар бар, қандай идеологиямен тәрбиеледі, қай идеологияны насихаттады. Құдай жоқ деді. Коммунистік партия деді, коммунистікке жетеміз, социалистік партия, сондай бір оттаған бір сондай бір система жүйе болды. Яғни айлықтарыңызды береміз, үйлеріңізді береміз деп, ешкім үйді не істеймін деп уайымдамайтын, жұмыс істейтін жұрттың барлығының үйі болатын, үйді беріп қояды. Бітті. Бір айлық болды. Балалардың бәрін балабақшаға, тіпті 1,5 жастан балабақшаға беру саясаты жүріп жатты. Яғни атанан баласынан айыру, одан кейін қарттар үйі шыға бастады. Яғни сенің балаңды мемлекет бағып береді, оның аяқ жағында бала әке-шешесін мемлекетке бақтырып қояды соңында. Сондай бір сұмдық қасіретті идеологияның кесірінен біз Құдайға сенбейміз дедік. Енді қараңыздар. Мысал үшін менің ата-анам тура сол идеологияның кезінде мектепте оқыған. Ал енді мені баққан апам болса тура кәдімгі Құдай жоқ деген сондай бір дінсіз қоғамда өмір сүрген. Енді қараңыздар, өмірде ең қорқақ адамдар бар. Жұмыс жасауға қорқады, бизнес жасауға қорқады, өзі бірдеңеден бөлініп шығуға қорқады, жауап қайтаруға қорқады, бастыққа өзінің пікірін жеткізе алмайды. Сондай бір қорқақ, жасық қоғам болды сол кезде. Яғни Құдай жоқ дейтін идеологияның астында не жатыр еді? Қорқақ қоғамды тәрбиелеу. Осы қорқақ қоғамда тәрбиеленген кісілер біздің әке-шешемізді, немесе өзімізді, осы жерде үлкен кісілер де отыр, өзімізді қалыптастырды. Балам, тыныш жүр, бірдеңеге ұшырап қаласың, байқа, тыныш жүр, ойбай, айлықсыз қалай өмір сүруге болады. Мысалы, біздің арамызда өте көп адамдар бар, жұмысы ұнамайды, айлығы түкке жетпейді, бірақ сол жерге отырады. Не үшін? Қорқады. Біз бұл қорқыныш мәселесінен мен түсінемін. Иттен қорқу, немесе жаңағы машинадан қорқу, биіктен қорқу деген бұл енді баланың психикасында әртүрлі ситуациядан болатын қалыпты жағдай. Ал енді өмір жасап көрмеген бизнестан қорқу, түкке жетпейтін жұмыстан шығып кетіп, түкке жетпейтін айлықтан бас тартудан қорқу. Бұл енді рухтың әлсіздігін білдіреді. Сенім техникасы. Көп адамдар сауда жасайын деп едім, бірақ бастай алмай тұрмын дейді. Жұмыстан шығып кетейін десем, бірақ қорқақтап тұрмын дейді. Жұмыс табайын десем, бір жұмыссыз қалып кететін сияқты, ешкім мені алмайтын сияқты қорқып тұрмын дейді. Экзаменнен қорқам. Қорқыныш шайтаннан. Бүгінгі сенім техникасы қандай? Кез келген үлкен ақшаны ойлағанда, үлкен мақсатты ойлағанда, өзіңізге қажетті бір әрекеттерді ойлағанда, шетелге шығуды ойлағанда, сізде міндетті түрде бұл ДНК-дан келе жатқан, родология дейміз, тектен келе жатқан апа-аталарымыз әке-шешемізге сіңірді, әке-шешеміз бізге сіңірді, солай ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан бір қорқыныш бірден жалмаң етіп шыға келеді. Шетелге шығамыз десе, адасып кетсең қайтесің? Ойбай, шетелге шығып құжатын жоғалтып алса, бітті қалды ғой сол жақта. Мысал үшін шетелге шықсам, әдемі жерлерді көрем, қыдырам, дем алам. Шетелге шығып жатқан жұрттан қай жерім кем деп ойламайсыз. Керісінше сол шетелдің проблемаларын ойлап кетеміз. Билет қымбаттап кеткен, ойбай, қонақ үй не істеймін, тіл білмеймін, таксиге қалай мінемін, жүрген тұрғанның бәрі ақша ғой деп, сосын қой құрсын, одан да шетел құрсын, одан да сол ақшаға бір телефон ала салайын деп арманымызды тұншықтыра саламыз. Кез келген шетелге барғым келеді, үлкен үй алғым келеді, керемет өзім бизнесімді бастағым келеді. Мысалы үшін мен баланы жақсы балам, неге мен өз балабақшамды ашпаймын? Мысалы үшін мен керемет сату білем, олай болса неге мен мықты сауда дүкендерін ашпаймын деген ойлар келе бастағанда, шайтан сізді қорқыта бастағанда, бірден не дейміз? Аллахқа тәуекел етеміз. Яғни сенім дегеніміз ең бірінші Аллахқа сену. Одан кейін барып өзіне сену. Өзіне 1000 жерден сенсе де ол адам Аллахқа сенбесе, оның болашағы ұзаққа бармайды. Өзіне сенген адамды
құлату оп-оңай. Аллах оны құлатып қояды. Ал енді Аллахқа сенген адамды құлату мүмкін емес. Алла оны қалай сүрінсе де көтеріп алады. Қалай қорқып тұрса да, оны өзі жетектеп алып кетеді. Өзі қолдайды, өзі қорғайды. Сондықтан қандай бір дүниені ойыңызға алған кезде, бір жаққа жол жүремін деген кезде, бір нәрсені бастаймын, үй соғуға бастаймын десек, біз мысал үшін, біз бірден ойбай, оған ертең құрылысты аяқтай алмай қалсақшы, оған стройматериал қазір қымбат деп жатыр ғой деп проблема айтып шыға келеміз. Аллахқа күн фаякун деген сөз бар, иә? Ясин сүресінде айтылады. Не деген сөз? Бол дейді, болды. Аллах бол десе, любой нәрсе бола қалады. Яғни кез келген бір нәрсені ойлап бастаған кезде, кез келген бір нәрсені армандап бастаған кезде ешқандай қорқыныштарға жол бермейміз. Егер сіз бақшаңыздағы арам шөпті жұлмасаңыз, сіздің қиярыңызды да, қызанағыңызды да, картопыңызды да арам шөпті жеп қояды, басып кетеді. Яғни сіздің жемісіңіз сондай бір құнарлы болмайды. Біз үнемі бақшаны арам шөптен тазалап отырамыз. Тура біздің арман мақсатымыз жеміс жидек сияқты да, қорқыныштарымыз тура арам шөп сияқты. Арам шөп қылтиып шығып келе жатқан кезде бірден жұлып тастаймыз. Яғни жұлып тастау дегеніміз не? Аллахқа ту емес. Мені шетелге барам дегенде шайтан қорқыта бастағанда біз не дейміз? Аллахқа ту емес. Күн фаякун. Күн фаякун деген сөзді жаттап алыңыздар. Бол деген сөз. Бол дейді, Аллах бола салады. Бол дейді, осыған үй болсын дейді, осыған көлік болсын дейді, осы шетелге барсын дейді. Сіз армандап жатқанда Аллах тағаланың күн фаякун деген сөзін ұмытпай жасайтын болсаңыз, сізде үнемі жүрегіңізде сенім пайда болады. Жүрегінде қорқынышы бар адам мықты ма, сенімі бар адам мықты ма? Біз сенімі бар адамдарды бірден білеміз. Ол адамдар рухты болады, ол адамға сөйлей алмайсың, сен ол адамды жұмсай алмайсың, олар оған жол бермейді. Сенім деген нәрсе ол қалтадағы ақшаға байланысты емес. Біз ойлаймыз, ақшасы жоқ адамдар бір сүмірейген бейшара сияқты. Жоқ, рухы бар мықты адамдар бар ауыл аймақта. Қандай қариялар бар, сөйлей алмайсың, бата алмайсың, бір нәрсе болса ақыл сұрайсың олардан. Өйткені не бар? Олардың жүрегінде рух пен сенім бар. Сондықтан біз ең бірінші балаларымызды маған сен, әкеңе сен, ақшамыз бар демейміз, Аллахқа сенуді үйретуіміз керекпіз. Сол кезде ол баланың болашағы жарқын болады, және ол өте алысқа баратын болады. Сенімдеріңіз мұқалмасын, үнемі Аллахтың сүйіктісі болып, барлық арман мақсаттарыңызға қиналмай жетулеріңізді тілеймін.